Әрімсің қызық қалғалай денсаулық қой. Қазақ деген ұлт бар. Айналасын түгел зерттеді. Атау қойды. Таулар, өзендер, көлдер, жануарлар, ағаштарға да атау қойды. Адамның қалай пайда болатынын зерттеп зерделеді. Ғажайып атаулар қойды. Сондықтан қазақ сөзге өте зерек болған. Оның заңдылықтарын өте терең білген. Сондықтан қазақ сөзді сара деген, сөздің сарасы болады деген, сөздің саралау амалы болады деген. Сөзді сара, сөздің сарасы болады, сөзді саралау амалы болады деген. Сөз сара болатын болса, оның құпиясы болады деген. Қадалып айтқан сөздері бар. Күн деген қадалып айтылған сөз, тағысын тағы. Қадалып қалған. Оның кейін оралып айтатын сөздер бар деген. Нан, апа, ата, қазақ деген сөз сияқты оралып айтылады артқа қарай деген. Одан кейін безеліп айтылатын сөз бар. Мысалы, қазақ деген екі сөзден тұрады. Безеліп, қаз және ақ деген сөз. Тағысындағы сөздер. Бәрін бір жерде тізіп отырмайын. Қазақтың сөздік құндылығында осындай амалдар бар екен. Қадалып айтылатын, оралып айтылатын, безеліп айтылатын. Ол заңдылықтарды білмейсің ба, қазақ дүниетанымынан хабарың жоқ. Қазақтың жүйреген дүниетанымынан хабарың жоқ. Адамсың сен. Қазақтың бір шіріген жұмыртқасысың сен. Қазақтың заңдылықтарын білмеген. Қазақтың сөзінің құндылығы сондай. Сол сөзден құрап бата, тілек, лебіз, ниет, ықылас айтқан. Сол сөздерден құралап жалынған, жалбарынған, өтінген, сұраған. Емеруін білдірген. Құдайменен, мына тұрған оның жаратқан әлемменен ара қатынасын жақындату үшін небір амалдардың түрлерін ойлап тапқан. Қазақ. Мен үшін қазақтың қысқа ғана айтып кеткен сөз сара деген сөз мен үшін асыл ол заңдылық. Сөзді қадап айтуы, сөзді безеп айтуы, сөзді орап айтуы ол мен үшін заңдылық. Қазақтың сөзі ұлы симфония сияқты, оркестр сияқты. Оның ішінде небір аспаптар бар. Біздің қазақтың сөзді құратын дыбыстардың саны болмысымызды құратын, ақпараттар әлемінің ұрпағына жібертіп отыратын хромосомдар әлемінің, бабаларымыздың, ғұндарымыздың әлемінің санына байланысты. Ол 46 болса, бізде соны дөп басатын 46 дыбыс болу керек. Сол уақытта қазақтың сөзі құдіретке айналады. Сол уақытта оның бойында құт ағып тұрады. Қазақ. Болмысында тұрған құтты пайдаланып отырып, анау қырдың басында отырған, адаммен мына қырдың басында отырған, ортасында 2 күндік жол жүруге болатын, қашықтықта, аралықта отырып, бір-бірімен тіл қатысқан ұлт болатынбыз. Ей, Бақай әулие, ей, Матай әулие, қандай жаңалықтарың бар деп тіл қатысқан ұлт болатынбыз. Бәрінен айырылдық. Бізге жіберілген небір изімдарменен, небір сұмпайы түсініктердің арқасында қазақ өзінің мына жарық дүниеден таңдап алған ұлы түсінігінің заңдылықтарынан айырылып отырмыз. Сөзімнің соңында айтарым былай. Оттау ойларыңды оттай бермеңдер. Менің апам айтқан. Біздің ауылда осылай. Біздің ауылдың осындай заңдылықтары бар. Менің апам баяғыдан тәңір деп айтады. Ол дәлел ме екен? Баяғыдан айтады. Әр ауылдың иті салты да әртүрлі. Қарағасқа. Одан да жөнге келіп, қазақ дүние танымын ұлағатты жасаймын десең, қазақтың әрбір сөзін орнына қойып отырып тұрып, оның заңдылықтарын айтып отырып тұрып, оның ішінде тұрған заңдылықтардың бәрін орнына қойып отырып тұрып, әлемге айта баста. Қазақтың сөзі қор болса, әлемге қазақ ақиқатын толыққанда айтамын деп ойлаушы да болма. Сау болыңдар.